менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен тарталетке жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не қажет? Сонымен таныстырып өтейін. Сметана, закрома 82,5%. Любой май бола береді. Контал температура емес, міндетті түрде мұздай болуы қажет. Бір жұмыртқа, ұн, ситадан өткізіп аласыздар. Разрыхитель және де сахарная пудра қажет. Ал ендеше кірісеміз. Закроманы полностью бір пачкасын алып, теркадан өткіземіз. Ұнға. Ұнды ситадан өткізіп дайындап алғанбыз. Тесто жүп жұмсақ әдемі шығады. Міне, барлығын өткізіп крошка етеміз. Крошкамыз майда-майда осылай болады, қараңыздар. Міне. Міндетті түрде осылай майда болуы қажет. Одан кейін сахарная пудра 100 грамм қосамыз. Одан кейін разрыхительден 7-8 грамм қосамыз. Және де сметана қосамыз. Бұлар қарасаңыздар, үйде табылатын заттар барлығы. Байқадыңыздар ғой, барлығы қарапайым заттармен үйден жоқтан барып жасаймыз. Бір ас қасық сметана. Бір жұмыртқаны қосамын. Енді осыны қамыр етіп илейтін боламын. Қамыр етіп жасаған кезде қараңыздар, жұмсақ болады. Көрдіңіздер ғой? Бұл тестаны міндетті түрде тарталеткеде жасап көріңіздер. Енді осыны бір сағатқа морозилькеге саламын, пакетке салып. Оған дейін біз крем жасаймыз. Қыздар, енді біз тарталеткенің кремін жасайтын боламыз. Қамырымыз қазір морозилькеде 1 сағаттай тұрады. Оған дейін уақытты кетірмей крем жасаймыз. Ол үшін бізге 6% сүт қажет. Одан кейін бар кукурузды крахмал қажет. Міндетті түрде кукурузды крахмал. Обычно пакетикте сатылады. Мен өзіме удобно болу үшін осылай ыдысқа салып алғанмын. Бір жұмыртқа, сливки және де шекер қажет. Енді барлығын өлшейік. Сүтке 150 грамм шекер қосамыз. Одан кейін 100 грамм сливки қосамыз. Одан кейін бөлек бір ыдыс алып аласыздар. Бұған бір жұмыртқа және де 60 грамм кукурузды крахмал. Примерно бір 2 қасықтай шығады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Газге барып қайнататын боламыз. Екеуін біріктіреміз. Жаңа кукурузды крахмал мен жұмыртқаны араластырдық қой. Соны 1-2 қасықта салып, осылай араластырып тұрасыздар. 3-4 минутта дайын болады. Қасынан кетіп қалмайсыздар, міндетті түрде араластырып тұрасыздар. Әйтпесе іртік-іртік болып қалады. Қыздар, міне осылай уже қою болып жатыр. Қазір астын өшіреміз деген сөз. Бөлек ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Яғни су қажет креміміз біздің. Крем дайын. Осындай болады. Қараңыздар, қазір барлығын тоқып саламын, сіздерге бір көрсетейін. Қазір қоржықтарымызды тарталеткеден пісіріп болған соң крем жағатын боламыз. Оған дейін креміміз суы қажет. Тарталеткеден тестасын шығарамыз. Жайып алсаңыздар да болады, немесе осылай кішкентайдан алып. Қазір мен сіздерге осындай болады. 90 теңге ма, 100 теңге ма тұрады кондитерлік магазинде осылай тарталетке арналған. Бұның силиконовый формасы да болады. Силиконовыйды алмай қойыңыздар. Себебі жасап жатқан кезде майысып кетеді. Міндетті түрде темірін алыңыздар. Енді қыздар, қараңыздар, астына еш нәрсе, май, еш нәрсе жаққан жоқпын. Не үшін? Себебі біз ішіне жаңа біз закроманы қостық. Міне, аласыздар да барлығын бұлайынан жұқа етіп істейсіздер. Қалын ететін болсаңыздар, бұл онсыз да қазір көтеріледі. Содан кейін кремге орнататын жер қалмай қалады. Міне аласыздар, бұлайынан жасап шығасыздар, қараңыздар. Көрдіңіздер ғой, жұп-жұқа еді. Барлығын дәл осылай жасап шығам. Жайып шыққан соң, қатты көтеріліп кетпеу үшін, қыздар, вилкамен осылай 3-4 жерінен тесіп шығамыз. Және духовкаға 180 градусқа бір 10-12 минутта піседі. Тез піседі, сондықтан қасынан кетіп қалмаңыздар. Барлығын осылай тесіп шығып жатырмын. Әлі қамыр қалды, мен қазір тағы да жасаймын.
Оған дейін кондитерский мешокты алып, ішіне насатканы саламыз. Насатка менде 353 насатка. Енді осыған кремімізді құйып қоя саламыз. Тарталеткиді салғанға осындай кішкентай капсулалар бар, кондитерлік магазинде сатылады қыздар. Қазір осыны қараңыздар. Аламын да, міне, көрдіңіздер ғой, бірден түсе салды. Әйтпесе біз май еш нәрсе жаққан да жоқпыз. Міне аласыздар, бір-екі ұрғылайсыздар. Все. Кішкене сыныңқырауы мүмкін, себебі тестамыз біздің жұп-жұмсақ. Барлығын осылай қойып шығамыз. Енді жаңа жасалған кремдерімізді құйып шығамыз осыған. Бетіне фрукты қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Қараңыздар. Жақынырақ көрсетіп. Дәл осылай барлығына қойып шығамыз. Бір апельсин ба или клубника ма бетіне қойып шықсаңыздар болады. Пирожный ретінде той дастархан болып әдемі болып шығады. Міне тарталеткиіміз дайын болды. Пирожныйлардың қасына, бупе-пай дегендердің қасына қойсаңыздар әдемі кетеді. Яғни дастархан қойғанға, заказ қабылдағанға да барлығы осы рецептпен жасайды, оригинал рецептісі. Және байқасаңыздар, жеңіл рецепт. Әшейін сүтті қостық, закрома, ұн деген нәрселерді, үйде бар нәрселерді қостық. Отбасыларыңызда осындай дәмділермен қуантып жүріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тестасы қараңыздар, жұп-жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, уже былайынан сәл ыстасаң, уже сыныңқырап тұр. Бұл яғни тестасы жұп-жұмсақ, ауызға жеген кезде дәмді керемет болады деген сөз. Міндетті түрде жасап, отзыв жазыңыздар. Ұнайды деген ойдамын.